Кез келген адам өзінің білім деңгейін тексеру үшін көптеген қиын есептер шығарып бастарын қатырып жатады. Бірақ та олар қателеседі. Білім мен логика екеуі мүлде екі түрлі нәрсе. Бүгін біз сол сіздердің логикалық деңгейлеріңізді білетін боламыз. Әрбір сұраққа ойлануға 20 секунд уақыттарыңыз бар. Ал онда кеттік. Дәрігер. Әкесі мен баласы көлікте келе жатып жол апатына ұшырайды. Әкесі сол жерде көз жұмып, баласы қатты жараланады. Баланы шұғыл түрде ауруханаға әкеліп операцияға дайындайды. Дәрігер палатаға кіріп, баланы көріп, "Мен оған операция жасамаймын, ол менің ұлым" дейді. Ал енді сұрақ: сонда дәрігер кім болғаны? Барлығымыз жауабын тапты деп ойлаймын. Бұл өте оңай сұрақ болатын. Ал енді таппағандарыңыз мұқият тыңдаңыздар. Бұл жерде дәрігер баланың анасы болатын. Өйткені әйел адамдар да дәрігер бола алады. Диктофон. Көбіміз детективті, қызықты киноларды жақсы көреміз. Мінекей осы сұрақ сондай жандарға арналады. Ал елестетейік. Оқиға орнында басынан жараланған адам денесі жатыр. Оның қолында тапанша мен кассеталы диктофон бар. Бір полицей қызметкері диктофонды қосқанда мынадай дауыс шығады: "Мен өмір сүріп шаршадым, сондықтан да осылай жасадым" дейді де мылтықтың дауысы шығады. Полицей қызметкері бұл адамның өзіне қол жұмсағанына сенбейді. Және де бұл шындық. Неге деп ойлайсыз? Өйткені диктофонды қосқанда кассетадағы дауыс басынан басталады. Егер адам өз-өзіне қол жұмсаса, кассетаны кім айналдырып қояды? Әрине бұл жерде екінші адамның болғаны анық. Қылмыскер. Бір күні күйеуі әйелін өлтіріп, қаланың шетіне көлікпен апарып тастайды. Ол артына ешқандай да із қалдырмастан үйіне тайып тұрады. Әрине кез келген қылмыстың беті ашылады, егер полицейлер шынымен де кірсе. Мәйітті 1 сағаттан соң полицейлер тауып, күйеуіне хабарласып тез арада оқиға орнына жетуін сұрайды. Күйеуі оқиға орнына келген соң оны дереу тұтқындайды. Оның қылмыскер екенін қалай білді деп ойлайсыз? Жауабы өте қарапайым. Күйеуі полицейлерден қылмыстың болған орнын сұраған жоқ, бірақ ол дәл сол жерге келді. Достар, егер видео ұнаса, каналға жазылып достарымызға видеоларды таратып, 10 000 жазылушыға жеткізейік.